өнердің кеніші деп ел ішін ерінбей арылап жүрген жолаушыларыңыз барған ауылдарынан талай қазыналы қарттарымызды жолықтырып, салиқалы кеңестерін тыңдап, және өздеріңізбен ортақтасып келеді. Бүгінгі мынау жиналған көптің ортасында да мінекей алдына неше түрлі домбыраларын жайып тастап бір қартымыз отыр екен. Әуел халқымыз айтады ғой, жақсыны көрмекке деп. Аты енді мына келген жолаушыға алдыңыздағы домбыраларыңызды таныстыра кетсеңіз. Жасым 60-қа келсе осы ұрпақтар үшін осы жылқының басын, ұрпақтар үшін бір кәдеге жаратып кетейін деп осы тұңғыш рет жасадым. Мынау жылқының басынан жасалған домбыра болды ғой, е? Жылқының басы. Мынау азуы. Мынау қос қақпақты. Асылы біздің қазақта осылай жылқының басынан жасалған домбыра болған ба ата? Осындай болғанын мен естімедім. Біздің ата-бабамыз соғым сорса ағаштың басына жарға тас қылып қояды. Сонан ары ойлап, бері ойлап, осыны қарып қылмай, осы бір кәдеге жаратайын ұрпақтар үшін деп осыны тұңғыш рет жасадым. Экран алдында қымбатты көрермендер, мынау менің қолымдағы атамыздың жылқының басынан жасалған қыл қобызы болды. Ал енді ата, мынау қолыңыздағы домбыра ма, қыл қобыз ба? Домбыра. Домбыра. Әрі қобыз. Мына шекпен де тартылады. Жуан шек онысы қыл қобыз. Мына жіңішке шекпен домбыра шертіледі. Екі дыбысты шығады мына. Кәне, дыбысын естіп көрейікші онда ата. Ал енді экран алдында қымбатты көрермендер, жаңағы атамыздың таныстыру бойынша болғанда, мынау қолындағы жылқының басынан жасалған қыл қобызбен домбыра екен. Ал енді мынау қолыңыздағы дүниені таныстыра кетіңіз. Жылқының жауырыны, малдың жауырыны. Мынау екі басқа, екі малдың жауырыны да мынау біріне бірі парластырған. Мына арты тері, іші қағаз, қарағайдың жабыспағы, жиденің жабыспағы, өріктің жабыспағы, осыларды өзім тапқырлап осыны чаптадым. Ал енді мына домбыра қобыздарыңызбен қоса бүгін аккордеонды ала келген екенсіз. Мына келген жолаушы балаларға бұдан да өнеріңізді көрсете кетіңіз. Рахмет, илайым өзіңіздей қазыналы қарттарымыз аман болсын.